Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге тұздалған капустаның рецептісін көрсететін боламын. Мен бірінші рет жасап тұрмын мынадайда. Күшті басқаша дәмі. Ал енді на капустаны онсыз да жеп жүрміз ғой. Нан қандай бір нежный сияқты ма? Анау қаттырып шамалы. Басқаша екеуі екі түрлі. Өйткені на капустада шамалындай сығып тастайсың ғой. Мұжып. Жұмсақты, анаусы қатты болып тұрады. Ал енді қыздар, капустамызды тұздауға дайындалайық. Ол үшін біз осындай бір штук капустамызды алып аламыз. Осы капустаның көлемі 2,5-3 килограммдай болып шығады. Барлығын жұқа етіп турап аласыздар. Одан кейін үстіне бір штук сәбізімізді теркадан өткіземіз. Сәбізді көп қосудың қажеті жоқ. Барлығын осылай өткізіп, үлкен кенде ыдысқа алып алыңыздар. Мендегі ыдысқа сыймай қалды. Сол үшін осылай қайтадан төгіп, барлығын араластырып, үстіне бір ас қасық тұз салып, барлығын жақсылап осылай кішкене ғана қолымызбен мұжып уқалап жібереміз. Ішіне қара бұрыш қосуды ұмытып кетпеңіздер. Түйір қара бұрыш болады. Соны міндетті түрде қосыңыздар. 6-7 штук қоссаңыздар жеткілікті. Қатты мұжып тастаудың қажеті жоқ, себебі ол онсыз да тұзбен тұрған кезде сіңіп жақсы болып тұрады. Енді банкамызға салған кезде осындай лавр жапырағын саламыз және барлығын осылай нығыздап қолымызбен басып тығыздап тұрып саласыздар. Қатты тығыздаңыздар. Екі уыс капуста салдыңыз ба, қайтадан осылай қолыңызбен нығыздап тығыздаңыздар. Сол кезде мінекей соғы шықты. Енді банканы қатты жаппаймыз қақпағын. Астына тәрелкені қойып, осылай қойып қоямыз. Мінекей бір күн өткеннен кейін сіздерде осылай бетіне су шығады. Және өздеріңізге ыңғайлы болу үшін таяқшамен немесе осылай вилкамен барлығын газдарын шығарамыз. Және ішіндегі сулар ортасына және шетіне шығу үшін осылай басып бар салмақтарыңызбен арасын ашып сөйтіп жібересіздер. Мінекей осылай 2 күн тұрғаннан кейін бөлме температурасында сіздердің квашеный капусталарыңыз дайын болады. Ешқандай су қоспайсыз. Мінекей одан бөлек қыздар басқа да рецепттер менің каналымда бар. Осындай қызыл капустадан жасалған уксус қосылған түрін көре аласыздар. Сонымен қатар тұздалған ащы пекинский капустадан жасалған салаттың да рецептісі менің каналымда бар. Сол жаққа қарата өтіңіздер және менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көптеген тегін мастер-класстардағы рецепттер, бір жасағаннан шығатын сәтті рецепттерді менің каналымнан көре аласыздар. Сол үшін тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Мен сізді өзімнің каналымда күтетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.